сенің бағыңа орай үлкен ер азамат халықтың баласы болсын. Хан болсын. Хан болсыншы, иә. Хан болсыншы. Бір Аюка как будто бұндай кішкентай болмаған сияқты болып мағаншы. Кішкентай сияқты көрініп жатыр, хотя Аюка да дәл осындай болған. Бойы да 55 болып туылған, салмағы көп. О, Нұреке, камерасымен всегда. И ханның кіндік папасы. Тоже как редактор, тоже жұмысын атқарып жатыр. И папа ретінде тоже. Кіндік папасы, иә. Мына жақты қараңыздаршы, айтпақшы. Айгөлек в общем бәріне үлгеріпті. Ұйқым қанбай жүр деп алып, бәріне үлгеріп. Иә, қазір мен столды көрсетпей қойын, масқара енді. Ержан мен Жайна да қойып. Молодец, иә. Алла бұйырса олар да босанады, сосын сен жүгіресің, ол кезде сенің ханың шапқылайды. Иә, ханың шапқылайды. Ой, Азамат пен Жұлдыз молодец. Кіндік папа мамасы. Осындай кішкентай төсек дейм ба? Лөлік дейм ба, не дейді? Люлька. Люлька. Қалай? Люлька. Сондай әкеп Өзіміз жепті. қара терге түстік. Айтпаш. Алдынан қараңыздар, тортты да аямапты Айгөлек деген. Қандай әдемі, е? Прям күшті. 4 килограмм болып туылыпты, нағыз батыр ғой. Құтты болсын, молодец. Біз міне келіп қалдық, жиналып қалдық. Альмикош, жұғысты болсын. Айгөлек құтты болсын. Қазір балапанды көрсетем. Так. Міне. Мына Айгөлек тойбастарды да аямапты, қараңыздаршы. Бонди шоп жасап берген мықты тойбастарлар. Мен де мамамның туған күнінде осындай жасатқан, мамамның атына дейін. Күшті, иә? Әдемі Дианаға копилка берді, жұғысты. Сізде мынау хан міне осындай деп құсата беріңіздер, сап-сары онсызда. Мынау Ержан деген. Мынау Ержан. Бұл Айгөлектің көршісі, Құдай берген. Досы, бәріміз әйтеуір өскендеміз. Продукт алып беретін жігіт осы. Курьер. Курьерміз де. Көз қуанышым болып күліп жүре берсін. Жүрегінде иманы бар, керемет ер азамат болып өссін. Бақытты болсын. Сен ханды қырқынан шығардық. Дәу жігіт болды, енді қыдырамыз. Ал достар, менің құрбымның ханеме әкелген алғашқы ойыншықтар қараңыздаршы, қандай. Ертең мына мен ойнататын баламыздан қараңыздар. Алғашқы ойыншықтар. Алғашқы ойыншықтарын сақтап қоямыз ғой енді. Қараңыздар. Менің ханем крутой. Неше түрлі киімдері бар енді. Ой, қытай, қараңыздаршы, қытай. Комплект. Енді ыстық денесінде тоссын деп Құдай қаласа кигізетін боламыз. Жөнім. Басының алған люлькасы. Электронный музыкасын қосып қойып ұйықтайтын болады. Ал енді сап-сары балапан болып, кіндік папа мамасының әкелген киімдерін киетін болады, бұйыртса. Фотоға түсіріп салатын болады. Ал мына жақта тройка және қоян. Және де өзінің керекті заттары бар. Қасында ойыншығы бар. Құшақтар сатын болады. Нәскимен. И қараңыздар. Кіндік папам. Жөн. Қараңыздар. Аяқ киімін қараңыздар. Үшім құрбым берген сыйлығы. Рахмет, Алтуш. Жамсал. Қараңыздар. Ханем. Крутой ойнап тұр ғой. Стилага. И жандамсы рахмет. Жұғысты болсын, Алла қаласа. Қызықшылықты көрейік. Тәтті, менің балапаным тәтті. Кеш ханемді қырқынан шығарып, аман есен, қонақтарын бәрін күтіп алып, шығарып салып отырмын. Келіп, көмектескен достарым барына көп рахмет, жандарым сол. Және де барлық тілектерге Алла разы болсын деймін. Баршаңыз тілектеріңізді оқып жатырмын. Алла разы болсын. Өздеріңізге мың есе болып қайтсын жақсы тілектеріңіз. В общем, сондай. Қалай, жаңа ғана улап-шулап қонақтар отырып, уже дым болмағандай. Хан қырқынан шығару.